өлі табиғат пен тірі табиғат жөнінде өтеміз, Данияр? Бүгін біз өлі табиғат пен тірі табиғатқа зерттеу жасаймыз. Бізде өлі табиғатқа не жатады, Данияр? Қайда? Құм, тас жатады. Тірі табиғатқа қайсы жатады? Гүл, су жатады. Енді біз зерттеп көрейік. Көреміз қазір. Құмға су құяйық, Данияр. Су құйдық. Кәне араластырамыз. Араластырдық, не болды? Батпақ болды, Батпақ болған соң бұл не болады? Ол қалданып тұрады, Мына жақта батпақ жоқ жақта құм жұмсақ, жұмсақ болып тұр. Енді біз тағы бір зерттеуімізді жасаймыз қазір. Суды зерттейміз, Бізде тірі табиғатқа не? Гүл, Гүлге біз не істейді? Су құйсақ не істейді? Өседі, Сол үшін біз гүлге не істеу керекпіз? Су құю керекпіз, Қай су құяқ? Гүлге құяғы. Молодец. Енді қазір қарап, Гүлге суды құйдық, енді біздің гүліміз өседі, Енді қара, біз саламыз, Есті салдық, Гүлді араластырамыз. Түсі өзгерді ме? Түсі өзгерді, Тұз бізде еріді, Суда еріді, Екінші неміз жасайық, Құмды аламыз, саламыз, араластырамыз, Еді түсі лайланды түсі, Судың түсі лайланды, Құм ері, түсі лайланды, Үшінші немізге не саламыз бұға? Тасты саламыз, Тасты саламыз, Тасты саламыз. Тас не істеді бізде, Данияр? Тас батып кетті, Түсі өзгерді ме? Түсі өзгерген жоқ, түсі су беті тұр, Балалар көрінде ме? Балалар, біз бүгін зерттеу жасадық, өлі табиғат пен тірі табиғатқа зерттеу жасадық.